Сәлеметсіздер ме? Сіздер Ахмет арнасындасыздар. Мен корей тілін қазақша, қазақ тілінде, қарапайым тілде түсіндіріп сабақ өтіп келемін. Менімен бірге сабақ оқып жатқандарыңыз болса, онда сіздерге көп рахмет айтамын. Бүгінгі біздің сабақты бастамай жатып, мен әдеттегідей алдыңғы сабақтың үй жұмысын талқылаймыз. Бұл жерде мынандай сандар берілген, сағатты соны жазбаша етіп жазу керек еді. 7:30 AM дегенді біз ojon, яғни AM таңғы уақыт, ojon, 7:30, яғни 7:30 деп айтуға болады, немесе 7:30, яғни 7-ден 30 кетті деп айтсақ та болады. Одан кейін 9 AM, яғни таңғы 9-ды біз ojon 9 деп айтамыз. 1 PM, яғни түскі 1, оны біз ohu 1. Түскі 3-тен 20 кетті. Ohu 3:20. Мына жерде түскі 6:30, ohu 6:30. Міне 6:30 деп, яғни 6:30 деп айтсақ та болады, немесе 6:30, яғни 6-дан 30 кетті деп айтсақ болады. Мына жерде 8, яғни кешкі 8. Чонок, бізде кешкі деген чонок деп айтамыз. Чонок 8:00. Бізде түнгі 10 дегенді 밤 10:00. Түнгі 11 дегенді 밤 11:00, 밤 11:00 деп осылай тапсырманы бітіреміз. Ал енді сіздерді құттықтағым келеді. Біз наконец-то юнит 1-ға жеттік, яғни шақтарды өтеміз. Бүгінгі біздің өтетін шағымыз осы шақпен, осы ресми түрін қолданғандағы осы шақты өтеміз. Ал корей тіліндегі осы шақ, яғни осы сымнида, яғни ресми сыпайы түрін қолданғандағы осы шақты өтсек, жалпы қазақ тіліндегі осы шақтан айырмашылығы жоқ. Дәл солай осы шақты айтамыз. 안녕하십니까? Ол жалпы 안녕하십니까 деген ол сәлеметсіз бе деп аударсаңыздар да болады. Немесе мысалы қайырлы кеш, қайырлы күн, амандасудың ол түрі. Ал вообще 뉴스입니다. Сағат 9-дағы жаңалық дейді. Так. Бұл, яғни осы шақты қолданған кездегі сөйлемдер. 질문 있습니까? Мысалы, лекция өтіп жатқан кезде сұрақтарыңыз бар ма деп айтады. Осы кездегі 질문 있습니까? Сұрақтарыңыз бар ма? Осы шақта олда. Осы жақта талқылап жатқан кезде 이것을 어떻게 생각합니까? Осыған байланысты сіздер қалай ойлайсыздар дейді ғой. 좋습니다. Яғни осы шақта жауап берген кезде жақсы, өте жақсы дегенді 좋습니다. Енді жалпы осы шақта сіз егерде ресми сыпайы түрде сөйлегіңіз келсе, жалпы ресми сыпайы деген ол қашан қолданады? Сымнида деген ол лекция өтіп жатқан кезде, немесе көп халықтың алдында тұрған кезде, немесе бір үлкен кісілердің алдында айтып жатқан кезде, мысалы президенттер халықтың алдына шығып сөйлейді, немесе сіз мысалы презентация жасап жатырсыз конференцияда, сондай сияқты кездерде сіз осындай ресми сыпайы түрді қолданасыз. Сымнида деген. Ол сымнида деген жалпы ымнида, жалпы оны хабарлы сөйлемде жалғаған кезде ымнида, яғни сымниданы қолданасыздар да, ал сұрақ қойған кезде сымника осылай өзгеріп кетеді. Бұл жерде сіз ника деп, егер ника деп тұрса, онда сұрақ екенін точно білесіздер. Ал ымнида деген ол хабарлы сөйлем. Мысалы қарастырайық, када деген to go, яғни бару деген сөз түбірін алсақ, камнида, яғни камнида, яғни бұл хабарлы сөйлемде камнида, бара жатырмын, барамын. Ал камника болса, барасыз ба деген сұрақ. Енді ода келу, омнида, келемін. Ал омника болатын болса, онда келесіз бе деген, сондай сұрақ түрінде. Мысалы мокта, моксымнида, яғни жейді. Моксымника болатын болса, жейсіз бе деген сияқты. Анта, отыру деген. Ансымнида, отырамын. Ал ансымника, отырасыз ба деген сұрақ. Енді мына жерде сөздердің, етістіктердің бастапқы формалары, яғни сөз түбірі және де бастапқы формадағысы. Ал мынау сөздердің жаңағы ресми сыпайы форманың жалғаған кезде қалай өзгеретінін көрсетілген. Міне, мысалы, чада деген ұйықтау болатын болса, чамнида, ұйықтайды. Чамника, ұйықтайды ма деген сұрақ. Иппыда,
예쁩니다. сүйкімді, әдемі деген сияқты. 예쁩니다. яғни сүйкімді. Ал 예쁩니까? сүйкімді ма дейді. 이다, 입니다, 입니까? бұл жалпы өзі сол форма. 아니다, 아닙니다, 아니다 деген ол жоқ деген сөз ғой. 아닙니다 деген кезде мысалы сізге бір сұрақ қойса, бір сұрақ қойған кезде бір публичный жерде тұрған кезде официально 아닙니다 деп жауап бересіз, жоқ деген. Ал 아닙니까 деген ол сұрақ кезіндегісі. 만들다 жасау. 만듭니다. яғни қараңыздар ана ілді ағы жаққа б-мен ауысып кетсін. 만듭니다. 만듭니까 болатын болса, оны жасайсыз ба? яғни сұрақ кезі. Енді біз мына жерде нида деп тұрған формасы, жалғаулары, ол мына жерде бізде почему жоқ, немесе почему болған күнде де дауыс, қараңыздар, мына жерде дауысты дыбыспен бітіп тұр ғой, солар нида болады да. Ал егер де ол дауыссыз дыбыспен бітсе, міне к бәрінде почимдармен бітсе, онда ол сымнидамен бітеді. Ал мына жерде мына негізі почему бар, дауыссыз дыбыспен бітіп тұр, бірақ бұл исключение. Сымнида, сымника, міне. 읽다 деген 읽습니다, оқиды. 읽습니까? оқиды ма? 작다, 작습니다, 작습니까? 있다, 있습니다, 있습니까? осылай 받침мен біткен сөздер осылай сымнида, сымникамен жалғанып, осылай ресми сыпайы түрге ауыстырылады. Міне, енді сізге мысалы ресми түрдегі сізге сөйлемді қарастырайық. 학교에 갑니까? мектепке барасың ба? сұрақ. 네, 학교에 갑니다. Я мектепке барамын. Мысалы, бір үлкен ата келіп, кішкентай бір оқушыға келіп, кітап, енді ол кісіні танымайды ғой. Сол кезде, танымаған кезде, енді ресми түрде бәрін сөйлесеміз ғой. Мектепке барасың ба деп, я мектепке барамын деген кезде, үлкен кісіге 학교에 갑니다 деп осындай формамен жауап береді. 아침을 먹습니까? таңғы асты ішесіз бе? 네, 먹습니다. Я ішемін. 운동을 합니까? жаттығу жасайсыз ба? 네, 운동을 합니다. Я жаттығу жасаймын. Енді бұл жерде осы шақ деген өзі ат айтып тұрғандай, осы шақтағы іс-әрекеттерді айтатын шақ болғандықтан, жаңағы форманы ғана жаттап алсаңыздар, бұлай шақтың өзін түсінесіздер деп ойлаймын. Сондықтан мына сол түсініктеріңізді қолданып, жаңағы білімді қолданып, осы тапсырманы орындауларыңызды өтінемін. Келесі сабақта осыны қолданып, сіздерге осы тапсырманың жауабын айтатын боламын. Сау, саламат болыңыздар.